2006 жылы негативті адамдардың әсерін анықтау мақсатында құрттанған алма әсері деп аталатын зерттеуде 5 адамнан тұратын топтарға кездейсоқ түрде бір-бірден негативті адам қосылған. Мақсат сол адамның топқа қалай әсер ететінін бақылау болған. Нәтижесі қандай болды дейсіз бе? Құрамында бір ғана негативті адам бар топтарда жұмыстың сапасы 25%-ға төмендеді, өнімділік 40%-дан да төмен түсті, ал топтардың 50%-ы өзара қақтығысқа ұшырады. Бұл келіспеушіліктің көбеюі және ынтымақтастықтың азаюы деген сөз. Ал ең таңғаларлық нәрсе не білесіз бе? Бұл бақылаулар небәрі 30-60 минуттың ішінде өткен. Ал сіздердің кейбіріңіз өмір бойы негативті адамдардың ортасында жүрсіздер. Олардың сіздің ойыңызға, көңіл күйіңізге қаншалықты кері әсер ететінін елестете аласыз ба? Сондықтан мұндай адамдардан және сондай ортадан дер кезінде алшақтай білуді үйрену керек. Өйткені сіздің психологиялық саулығыңыз өміріңіздегі ең маңызды нәрселердің бірі. Оны қорғау керек және бәрінен де жоғары қою қажет.